Баршаңызға сәлем. Қолжетімді клубничный кремнен өте дәмді капкейки дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқамызды мискаға жарып салып, құмшекерімізді қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. 2 минуттай араластырамыз, одан көп араластыруды қажет етпейді. Одан кейін лимон цедрасын қосамыз. Оны теркадан өткізіп, өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Сұйық майды қосамыз, айран немесе йогурт қоссаңыздар болады. Менде йогурт қостым. Барлық массаны жақсылап араластырып аламыз миксердің көмегімен. Құрғақ массамызды дайындаймыз. Ұнға разрыхлитель, сода, ванилин қосамыз. Ванилинді мен аз қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоса берсеңіздер болады. Жақсылап қазықпен араластырып, біздің сұйық массамызға 2 бөліп қосамыз. Алғашында миксердің венчигінің көмегімен араластырып, кейін қоссаңыздар болады, өйткені жан-жағына шашырап кетуі мүмкін. Менде лимонның 1/4 бөлігін лимон шырынын қосқан болатынмын, видеоға түспей қалыпты. Нәтижесінде осындай өте лента сияқты керемет массалы шығу керек. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Одан кейін формамызды дайындаймыз. Силиконовый формаға қағаз форма қойып, біздің массамызды саламыз. Кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Силиконовый формаға да кішкене май жағып жіберіп, оны да қолдансаңыздар болады. Бұл масса кейін жеңіл, оңай алынады. Енді ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Суға кукурузный крахмалды қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Менде осындай клубничный джем өзім қолдан жасағанмын. Бұда 1 грамм су болмағандықтан үстіне кішкене қант қосып жіберіп, 1 минуттай жақсылап қант ерігенше отта ұстадым. Одан кейін кукурузный массамды қосып, жақсылап араластырып, қоюланғанша отта ұстап, кейін отты өшіреміз. 1 қасық осы массадан, начинкадан ыдысқа салып, бетін контакт жауып, холодильникке салып қойдым. Кейін оны кремге қолданатын боламын. Қалғанын капкейкінің ортасына саламыз. Начинкамызды кондитерский мешокқа салып дайындап қоямыз. Капкейкелердің ортасын насадканың көмегімен немесе пышақтың көмегімен ортасын алып шығамыз. Оған начинкамызды салып дайындап қоямыз. Одан кейін крем дайындауға кірісеміз. Бізде сметана өте плотный болу керек, өте қою болу керек. Сондықтан 1 түн алдын мен марлының көмегімен артық сывороткасынан арылтып алған болатынмын. Қаласаңыздар, оның да видеосын түсіруге тырысамын. Осындай қаймаққа сахарный пудрамызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қант қосуға болмайды, сахарный пудра қосуымыз керек. Өйткені сахар қоссаңыздар жидкий болып қалуы мүмкін. Одан кейін клубничный начинкамызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап 1 келгі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осындай розовый, өте дәмді, өте қолжетімді керемет крем шығады. Кондитерлік мешокқа салып, капкейкелерімізді әсемдейтін боламыз. Осы рецептпен жасап көруге мен сіздерге өте кеңес беремін. Бұл крем өте плотный болады. Сіздер марлының көмегімен жақсылап сывороткасынан арылтып алсаңыздар, керемет крем шығады. Қонақтарға торттың орнына да ұсынуға болады. Сіздермен бірге болған Таңшолпан менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдырып, түсінбеген жерлеріңізді сұрасаңыздар болады. Баршаңызға рахмет.